ойбай түрік тілін үйренсең, Құдай қаласа 6 айдан кейін жаңа жұмысқа қабылдау болайын деп 1.800.000 теңге айлығы десе бар ғой, кеттің ғой. 6 айда түрікше себиyorum, бебиyorum деп жаңа бүкіл түріктің сөздерін жаттап, әңгімен жіберіп отырасың түрікше. Ақша десе алдыңа жан салмайсың. Бірақ біліп қойыңыз, ақша сізді қиямет күні шапағат етпейді. Ақша қиямет күні шапағат, керісінше өзіңе қарама-қарсы куәлікке өтеді, егер де дұрыс жерге жұмсамасаң. Көрдіңіз ба? Қиямет күні кім шапағат етеді? Не деп айтайын да? Кім? Құран шапағат етеді, білесіздер ме? Яшфау сахибаху, пайғамбарымыз хадисінде қиямет күні өзінің иесін, Құран оқыған адамды шапағат етіп тұра береді дейді. Қай уақытқа дейін? Кешіріліп кеткенге дейін дейді. Көрдіңіз ба? Қашан кешіріліп кеткенге дейін Құран тұрады дейді. Родной деп жүргендердің ешқайсысы қалмайды ол жерде. Мешіттегі 80% келетін жамағаттың Құранды бетіне қарап оқи алмайды. 80% кириллицамен жаттап алған. Алхамдулиллахи раббил ғаламин деп қойып, өзінің мақамына салады, кейде Мишари Рашидқа салады, әйтеуір өйтіп-бүйтіп Фатиханы оқиды. Дұрыс па сол? Дұрыс емес. Көрдіңіздер ме? Дұрыс емес. Құран кәрімді бетіне қарап оқу бұл не? Парызың. Әрбір мұсылманның жеке-жеке парызы бұл.